Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айғаным Зылпиева. Мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаның белгісін басуды ұмытпа, себебі бұл мен үшін өте маңызды. Бүгін сіздермен 8-ші сынып химия 42-ші параграф оксидтер деген тақырыптың тапсырмалары мен есептерін орындайтын боламыз. Ол 148-ші, 149-ші және 150-ші беттегі есептер болып саналады. Яғни оксидтер ол биорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, генетикалық байланысқа жатады. Оксидтер дегеніміз құрамы 2 элементтен тұратын, оның біреуі оттек болып келетін күрделі заттар болып саналады. Оксидтердің өзі бізге екіге бөлінеді, тұз түзетін және тұз түзбейтін болып екіге бөлінеді. Және де тұз түзетін оксидтер бізде негіздік, қышқылдық және екі дайлы, яғни амфотерлі деп бізде үшке жіктеледі екен. Ал оксидтерді алудың жалпы әдістері заттардың жануы және күрделі заттардың айырылуы болып саналады. Яғни бір зат жанатын болса, онда оған оттек қосамыз. Мысалы, магнийге O2 қосамыз, магний О. Күрделі заттар, метанды жағамыз, яғни CO2 қосылған H2O шығады. Тұздардың күрделі заттардың айырылуына кальций карбонаты, яғни әктасты айырған кезде кальций оксиді және CO2 газы бөлінеді. Енді сіздермен бүгін 150-ші беттегі осындай тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма бізде оксидтер дегеніміз не және олар қалай жіктеледі деген жаңа сұрақтарға жауап бердім. Ал екінші, дәптерлеріне берілген кестені сызып, сәйкес бағандарға келтірілген оксид формулаларын жіктеп жазыңдар дейді. Яғни сендерге бірнеше формулалар берілген, оксидтердің түрі берілген, яғни осыны үшке жіктейміз. Негіздік, қышқылдық және екі дайлыға жіктейтін боламыз. Екінші тапсырма. Екінші тапсырма. Негіздік оксидке калий 2O, литий O2, барий О, купрум О. Қышқылдық оксидке силициум O2, SO2, N2O5, CO2, P2O5, марганец 2O7, хром O3. Ал екі дайлыға бериллий оксиді, мырыш оксиді, алюминий 2O3 жатады. Енді үшінші тапсырмаға келетін болсақ, Үшінші тапсырма бізде кейбір оттектік қышқылдар айырылғанда қышқылдық оксидтер мен су түзіледі. Күкірттік қышқылдың H2SO3, яғни кремний қышқылының H2 силициум O3 айырылу реакцияларының теңдеулерін жазыңдар дейді. Қазір бірге орындайтын боламыз. Үшінші тапсырма. Міне үшінші тапсырма айырылу реакциясы бойынша. Міне H2 силициум O3, H2O және силициум оксиді түзіледі. Су және оксидтері түзіледі. Мысалы, күкірттік қышқылды ыдыратқан кезде айырылу реакциясы бойынша су және SO2 оксиді түзіледі. Енді келесі төртінші тапсырмаға назар аударатын болсақ, төменде сызба нұсқасы берілген химиялық реакциялардың теңдеулерін құрастырыңдар дейді. Яғни мына сұрақ белгісінің орнына бір элементті қоямыз да, мысалға литий плюс қандай зат немесе қандай элемент қосқан кезде литий оксиді шығады. Яғни сұрақ белгілерінің орнына біз керекті тиісті элементтерді бірге қоятын боламыз. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырма міне литийге оттек қосқанда литий 2O шығады. Литий оксиді. Оны теңестіреміз. Бірінші оттектен бастап теңестіреміз. O2 болғандықтан литий 2О'ның алдына 2 қоямыз. 2 мен 2 көбейтіліп 4 болады. Екінші реакцияда мырышқа оттек қосамыз, мырыш оксиді шығады. Реакцияны теңестіреміз. Үшінші реакцияда айырылу реакциясы алюминий гидроксиді ыдырағанда алюминий оксиді және су бөлінеді. Төртінші реакцияда темір 2 гидроксидін ыдыратқанда темір оксиді және су бөлінеді. Осымен төртінші тапсырмамыз аяқталды. Енді бесінші тапсырмаға кезек береміз. Бесінші тапсырмада бізде реакция теңдеулерін аяқтап теңестіріңдер дейді. Яғни бірнеше реакция теңдеуі берілген. Осылардың реакция теңдеуін, яғни шыққан өнімді анықтап, реакцияның
теңдеуін теңестіретін боламыз. Так, 5-ші тапсырма бізде. 5-ші тапсырмада бізде N2O5-ге су қосамыз. Яғни азот оксидіне су қосқанда HNO3 шығады, азот қышқылы. Екінші реакция теңдеуінде темір оксидіне H4O4 қосқанда күрделі темір тұзы шығады. Темір хлор-4 үш еселенген және су бөлінеді. Реакцияны теңестіреміз. Үшінші реакцияда мырыш оксидіне натрий оксидін қосамыз және натрий 2 мырыш O2 шығады, яғни цинк O2. Темір, яғни феррум 3O4-ге H2S4 қосамыз, темір сульфаты және темірдің күрделі сульфаты және қосылған H2O түзіледі екен. Реакцияны міндетті түрде теңестіреміз. Енді келесі бізде литий оксидіне кремний оксидін қосқанда литий 4, силициум O4 шығады. Келесі литий оксидіне су қосқанда литий гидроксиді шығады. Келесі алюминий 2O3-те натрий гидроксидін қосқанда натрий алюминияты шығады. Реакцияны жазып теңестіреміз және су бөлінеді. Соңғы тапсырмада, соңғы реакцияда NO2-ге азот оксидіне су қосқанда азот қышқылы және азот нитриті бөлінеді. Реакцияны міндетті түрде теңестіреміз. Енді келесі тапсырмамызда бізде есептер берілген. 5 тапсырманы орындап қойдық. Енді 3 тапсырмамыз бар. 3 тапсырманың барлығында есеп. Енді бірінші есепті оқитын болсақ, массасы 6 грамм магний оттекпен әрекеттескенде түзілетін магний оксидінің массасын есептеңдер дейді. Яғни есепті өзі мұқият тыңдай отыра оқыған кезде өзі айтып отыр, магнийді оттекпен әрекеттестір деп. Демек, ең алдымен есептің берілгенін жазып аламыз. Есептің ең алдымен берілген жазып аламыз. Міне магнийдің массасы 6 грамм, табу керек, магний оксидінің массасын табу керек. Реакция теңдеуін құрастырамыз. Магнийге оттекті қосып жандырып аламыз. Магний оксиді шығады. Нәтижесінде реакцияны теңестіреміз. Не берілді? Жоғарғы бөліктеріне жазып шығамыз. 6 грамм берілді магнийіміз, 6 грамм деп жазып аламыз. Және табатын затымызды x грамм деп белгілейміз. Енді магнийдің атомдық массасы 24-ті 2-ге көбейтеміз, 48 болады. Магнийдің атомдық массасы 24-ке 16-ны қосып 2-ге көбейткенде 80 грамм, яғни мрін тауып алдық. Енді пропорция құрамыз. X-ті табу үшін 6-ны 80-ге көбейтіп 48 граммға бөлеміз. Нәтижесінде 80 грамның өзі шығады. Демек, есебіміздің жауабы магний оксиді 80 граммға тең екен. Келесі екінші есебіміз бізде массасы 14 грамм кальций оксидін алу үшін неше грамм кальций және оттектің қандай көлемі қалыпты жағдайда керек дейді. Ал енді есептің бірінші берілгенін жазып аламыз. Берілгені кальций оксиді 14 грамм, масса кальцийді және оттектің көлемін табу қажет бізге. Табатын затымызды x, y деп белгілеп аламыз және реакция теңдеуін құрастырамыз. Кальций оксиді шығады. Нәтижесінде реакция міндетті түрде теңестіреміз. 14 грамм бастапқыда берілген масса болғандықтан оны кальций оксидінің төбесіне жазып аламыз. Енді астыңғы бөліміндегі сандар 80 граммды қайдан шықты деген сұрақ туындауы мүмкін. Кальцийдің атомдық массасы 40-40-ті 2-ге көбейтеміз, 80 грамм шығады. Мына жерде бізде оттектің көлемін тап деп жатыр ғой, В. Сондықтан 22,4 литрді аламыз қалыпты жағдайда. Мына жерде 40-қа 16-ны қосып 2-ге көбейткенде 112 грамм шығады. Енді x-ті табу үшін мына 80-ді 14-ке көбейтіп 112-ге бөлеміз, 10 грамм шығады. Y-ті табу үшін 22,4-ті 14-ке көбейтіп 112 граммға бөлеміз. Нәтижесінде 2,8 литр. Есептің жауабы кальцийіміз 10 грамм, оттектің көлемі 2,8 литр шығады. Келесі бізде үшінші тапсырма, үшінші есеп. Массасы 77-де 6 грамм барий карбонаты айырылғанда түзілетін барий оксидінің массасы және зат мөлшерін есептеу қажет. Берілген жазып аламыз. Үшінші есепте
барий карбонаты 77,6 грамм. Табу керек бізде барий оксиді және барий оксидінің массасын және зат мөлшерін табу қажет екен. Реакция теңдеуін құрастырып аламыз. Барий карбонатын ыдыратқанда барий оксиді және СО2 газ бөлінеді. Барий карбонатының массасы 77,6 грамм, массасы 197 грамм болады, яғни эмері. 137-ге 12-ні қосамыз, 16-ны 3-ке көбейткенде 48, общий қосқан кезде 197 грамм шығады. Енді барийдікі 137, бұл жерде эмері яғни 153 граммға шықты. Енді пропорция құру үшін біз не істейміз? X-ті табу үшін 77,6-ны 153-ге көбейтіп 197-ге бөлеміз. Сол кезде 60,3 грамм шығады. Енді зат мөлшерін табатын болсақ, массаны үлкен эмерге бөлеміз. Міне формуласы. Бізде массамыз 60,3 грамм шықты. Эмері 153-ге тең, бөлген кезде 0,4 моль. Яғни есептің жауабы мөлшері 0,4 моль, массасы 60,3 граммға тең екен. Енді бізде келесі соңғы 4-ші есеп. Магний мен алюминийден тұратын массасы 200 грамм қоспа жанғанда түзілетін оксидтерінің массаларын есептеңдер. Қоспадағы алюминийдің масса үлесі 54%-ді құрайды дейді. Яғни магний мен алюминийдің қосындысы 200 грамм болады да, қоспа болады. Енді есептің берілген жазып аламыз. Міне есептің берілген жазып аламыз. Қоспасы, яғни екеуінің қосындысы бізде 200 грамм. Алюминийдің массалық үлесі, яғни қоспаның массалық үлесі 54% болып тұр. Енді біз оксидтің массасын табу қажетпіз. Енді бізде 200 грамм мен 54%-ды пайдалана отырып, пропорция құрып аламыз. 200-ді 54-ге көбейтіп, жалпы 100%-ға бөлеміз. Сол кезде 108 грамм шығады. Енді бастапқыдағы бізде магний мен алюминийдің қосындысы 200 болғандықтан, жаңағы 200 граммнан 180 граммды азайтып аламыз да 3,2 грамм шығады. Бұл шыққан магнийдің граммы болып есептелінеді. Енді реакция теңдеуін құрастырамыз. Алюминийге оттек қосып жандырған кезде алюминий оксиді шығады. Реакцияны теңестіреміз. Және 108 бізде жаңа есептегендей алюминийдің массасы. Жаңағы астында 54-ке көбейтеміз. 108 жаңағы оттектің алдына 3 қоямыз, себебі реакция теңестіру қажет. Енді X граммды табу үшін бізде мына жерде жалпы эмері, алюминий 2O3-тің эмері 204 граммға шығады. Яғни X-ті табу үшін біз не істейміз? 108-ді 204-ке көбейтіп, 108-ге бөлгеннің өзінде бізде 204-тің өзі шығады. Енді магнийді тауып аламыз. Магний бізде жандырамыз бірінші. Магнийді жандырған кезде магний оксиді шығады. Бұны Y деп белгілеп аламыз. Магний оксидінің эмері 2-ні пайдалана отырып 80 грамм шығады. Енді ары қарай мына жерде 92 бізде жаңа шықты ғой, есептің 200-ден 108-ді азайтқанда 92 шықты. Соны жазып аламыз. Енді 2 мен 24-ті көбейтіп, 2 мен 24-ті көбейтеміз. 92 мен 80-ді көбейтіп, 48-ге бөлген кезде 153,3 грамм шығады. Енді бізге жалпы оксидтердің массаларын қосындысын тап деп жатыр ғой. Демек, алюминий оксидінің массасы мен магний оксидінің массасын қосамыз. 204-ге 153,3-ті қосқан кезде 357,3 грамм шығады. Есептің жауабы осы. Жалпы сіздермен есептің барлығы аяқталды. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, комментарий бөліміне өз пікіріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Айғаным Золпиева.